Бүгін біз инерция құбылысы және күш деген физикалық шамалармен танысайын деп отырмыз. Енді біздің бірінші инерция құбылысы дегеніміз не дегенін біз алдыңғы сабақта бір шетін айтып қалған болатынбыз. Инерция құбылысы дегеніміз бір денеге басқа бір денелер тарапынан күш әсер етпеген жағдайда өзінің жылдамдығын сақтау дедік. Оны алдыңғы сабақта бір-екі мысал көрсеттім. Мысалы, машинамен кетіп бара жатқанда, автобуспен кетіп бара жатқанда, автобус бірден тоқтайтын болса, онда ішіндегі адамдар өз жылдамдығын сақтап алдыға қарай жүреді, немесе ұшады, кейбіреулер құлайды деген сияқты ғой. Сол инерция құбылысы деп аталады. Ол денелердің инерттілігін сипаттайтын, ол масса екендігін айттық. Өйткені кез келген массасы бар дене, ол өзінің жылдамдығын сақтайды. Яғни массасы ауырлау денелер алдыға көбірек ұшады. Мысалы, автобустың ішінде бір үлкен салмағы ауыр адам мен жеңіл адам тұрсын. Солардың қайсысы алдыға қарай көбірек ұшады? Ол әрине инерттілігін сипаттайтын массасы көбісі сол көбірек алдыға ұшатын болады. Себебі оның импульсі көп дегендей. Сондықтан қазір осымен инерция құбылысын тоқтаймыз. Инерция құбылысы не екендігін осылай ғана түсінсек болады. Ал енді күш жайлы айтатын болсақ, бұл енді онсыз да былай негізінде күш деген не екенін өзіміз білеміз, не екенін күштің. Бірақ енді оның біз ақырын күш, қатты күш деп жүрмейміз ғой. Басында физикалық шамалардың қалай шыққаны жайлы сөйлескен кезде айтқан болатынбыз, барлық затқа бір нақты сан мәнін беру керек деп. Ал енді күштің өзі мағынасы былай: денелердің бір-бірімен әрекеттесуі, яғни бір-бірімен әрекеттескен кезде белгілі бір күшпен әсер етеді. Мысалы, мен мынаумен тақтаға әрекет еттім, яғни мына жаққа мен бір күш бағыттап жатырмын. Яғни менің күштің әсерінен не болады? Күшті біз қалай байқаймыз? Күш әсер еткенін қалай байқаймыз деген сұрақ болса, енді күш бірінші жылдамдығын өзгертеді, яғни дельта V. Оның жылдамдығын өзгертіп жібереді. Және оның бағытын өзгертеді. Мысалы, доп бізге қарай домалап келе жатса, біз допқа белгілі аяқпен күш берсек, онда біз оның бағытын басқа жаққа бұрып жібере аламыз. Және пішінін өзгерту. Мысалы, допты жаңағы ұстадық та, біз қысатын болсақ, сығатын болсақ, оның пішіндерін өзгерте береміз. Солар жатады. Күштің әсерінен осындай үшеуі болады. Ал енді мына жердегі жылдамдық пен бағытты енді V вектормен белгілесек болады, және вектор енді екеуін де сипаттайды, шамасын және бағытын. Мысалы, бір денеге, мысалы, мынандай бір денені алайық, мынандай бір денеге бір F күш әсер етсін. F күші осы бойымен әсер етсе, мына денеміз былай қарай бір жылдамдық алады, былай қарай жылдамдық алып қозғала бастайды. Соны енді біз сан мәнімен белгілеуіміз керек қой. Метрді, ұзындықты бір осындай деп жүрмейміз, біз нақты 1 метр деп айттық. Метр деген өлшембірлік енгіздік. Енді мынаған да күшке де дәл солай енгізілген өлшембірлік ол ньютон. Яғни 1 ньютон деп жазып қояйын. 1 ньютон болсын. 1 ньютон деген ол қандай күш? Мысалы, 100 км сағат десе, сағатына 100 км жүретіндігі ол түсінікті. Ал енді 1 ньютон деген ол қандай күш? Ол 1 килограмм затқа, егер мына затымыздың салмағы 1 килограмм болса, бұған мына күшіміз Т тең 1 секунд әсер етсе, Т тең 1 секунд бойы әсер етсе, 1 секундтан кейін мына заттың жылдамдығы 1 метр секунд болады. Яғни сонда көріп тұрмыз. 1 ньютон күш әсер етсе, 1 секунд ішінде жылдамдығын 1 метр секундқа өзгертіп жібереді екен. Егер мынаның өзі былай қарай 1 метр секундпен кетіп бара жатқан болса, біз оған 1 ньютон күш түсіретін болсақ, онда ол 1 секундтың ішінде 2 мен қозғалып бара жатады, яғни 1 қосылады. Дәл солай кете береді ары қарай есептеп. Енді бұл айтып отырғанымыз қандай жағдайда? Бұл енді кеңістікте, яғни мынаған басқа күштер әсер етпеген жағдайда. Мысалы, мынау затымыз мынандай бір жердің бетінде тұратын болса, онда біз оған 1 ньютон күшті әсер ететін болсақ, онда ол 1 метр секунд жылдамдық алмайды. Себебі біздің 1 ньютон күшіміз ол затты қозғауға жұмсалған жоқ та, мына жердегі зат пен жердің арасындағы үйкеліс күшін жеңгенге кетті. Яғни үйкеліс күшін алда өтеміз, бірақ енді өзіміз былай түсініп тұрғандай, екі зат бір-бірімен енді бір жерге де қойып зат итерсең, ол үйкелісіне байланысты оңай қиын болады. Мұздың үстінде итерсең оңай болады, жерде тас жолда итерсең қиындау болады. Соған байланысты мына жердегі үйкеліс күшін жеңгенге кетіп қалады да, 1 метр секунд жылдамдықпен қозғала алмай қалады. Яғни
бұл қай жағдайда 1 ньютон күш 1 метр секунд жылдамдық береді? Осы сияқты ешқандай күш әсер етпегенде, мына жақта мысалы ауа кедергісінің күші бар дегендей, ауаның кедергі күші бар, солардың барлық күштерді жоқ деп қараған кезде ғана 1 ньютон күш 1 метр секунд жылдамдық бере алады 1 килограмм денеге. Енді бізде екі түрлі мысалы күштерді жіктеп жазып көрейік, күштерді жіктеп жазып көрейік. Ал мынандай бір берілсін. Осы жерде мынандай бір дене тұр, массасы m. Осыған енді былай қарай F1 күш әсер етті. Мынаған қарама қарсы F2 күш әсер етті. Енді бұның біз қорытқы күшін шығаруымыз керек қой. Қорытқы күш дегеніміз ол FR. Яғни бағыты қалай бағытталады. F1 вектор мен F2 векторының қосындысы. F1 векторы қосамыз F2 векторы. Бірақ мына жерде мына F1-ден қайсысы үлкен соған байланысты қозғалады. Біз қай бағытты оң бағыт деп аламыз, соған байланысты. Мысалы, біздің денеміз былай қарай қозғалатын болса, мына бағытты біз оң бағыт деп алатын болсақ, мына F1-імізді үлкен деп алайық, сонда қозғалыс ары қарай бағытталады. Сонда F1-ге мынау F2 қарама қарсы болғандықтан, енді қарама қарсы вектор болғандықтан минус. Сонда F біз енді FR шамасын көргіміз келсе, F1 азайтылған F2. Яғни ары қарай мынаны қанша ньютон күшпен итеретініміз осыдан шығады. Енді мына жерде F1 күшіміз неде 5 ньютон болсын, мынау 2 ньютон болсын. Сонда денеміз мына 5-тен 2-ні азайтқан кезде, сонда 3 ньютон. 3 ньютон күшпен мына денеміз ары қарай қозғалады деген сөз. Ал енді мына жердегі F2 күшіміз бағыттас болса, мына жақта да F2 күш болса, бұл жаңағыдай 2 ньютон болсын. Сонда 2 күш бір бағыттан итеретін болса, біреуі 5 ньютонмен, мынау 2 ньютонмен, онда былай қарай бұның қорытқы күші, яғни FR тең болады 7 ньютонға. 7 ньютонға тең болады. Сонда біз бір түзудің бойында әсер еткен деп тұрмыз. Тек бір түзудің бойында ғана қарап тұрмыз. Яғни осы бір бағытта. Мына былай бағыт бар, және оған қарама қарсы бағыт бар. Белгілі бір бұрышпен, мысалы, мынау былай итеріп жатса, мен оған кеп мынандай бір 30 градус бұрышпен былай қарай итерсем, онда денем қалай қозғалады? Оны білмейміз ғой. Біз қазір мына жерде тек бір түзудің бойымен қарама қарсы немесе бағыттас дегенді ғана қарап жатырмыз. Осымен сабағымыз аяқталды.